Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Бұл каналымызда біз атақты мұсылман әлемінің түс шырушы ғалымдарының еңбектерін қазақ тіліне аударып сіздерге ұсынамыз. Сол себепті каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Бүгінгі түс шыруымыз түсімде сағат көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер сіз түсіңізде сағат көрсеңіз, сіздің уақытты қатты қадірлейтіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған адамға сағат беріп жатсаңыз, сізге тәубе жасау керек екендігін білдіреді. Ал егер керісінше сізге қайтыс болған адам сағат сыйлап жатса, ол сізге қиямет сағатын еске салып жатқандығын білдіреді. Сондай-ақ сіз түсіңізде сағат көрсеңіз, сіз өміріңізде болып жатқан келеңсіз жағдайдың тезірек өтіп кеткендігін қалайтындығыңызды білдіреді. Ал Ибн Сирин егер адам түсінде сағат көрсе, ол басындағы қиыншылықтан жақында құтылатындығын білдіреді деген. Бойдақ жігіт түсінде сағат сатып алып жатса, оған жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде алтын сағат көрсе, өңінде үлкен табысқа қол жеткізетіндігін білдіреді. Жүкті әйел түсінде сағат көрсе, босанатын уақытын жақындағанын білдіреді. Достар, егер де осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментария жазыңыз. Сондай-ақ бұл видеоны барлық достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.